Достар, мен бүгін жоғалған Әмиян жайлы айтамын. Бір күні 10 жасар Әли мектептен үйіне қайтып келе жатты. Жолда жерде жатқан Әмиянды көрді. Ішінде ақша мен құжаттар бар еді. Әли қуанып кетпеді. Ол Әмиянды ашып, есін табуға тырысты. Құжатты мекенжай арқылы жақын маңдағы үйді тауып көрді. Есікті қарт апа ашты. Әмиянды көргенде қатты қуанды. Өйткені зейнетақысын жаңа ғана алып, байқамай түсіріп алған екен. Ата Әлиге алғыс айтып, сыйлық бергісі келді. Бірақ Әли, маған сыйлық керек емес, мен тек дұрыс нәрсе жасағым келді деді. Сол күні Әли үйіне ерекше қуанышпен қайтты. Өйткені адалдықтың ақшадан да қымбат екенін түсінді. Түйін, адал болу әрқашан дұрыс шешім. Достар, сондықтан да адал болыңдар.